Сәлем достар, сабағымызды қалай видеоға түсіруге болады деген тақырып бойынша тағы да шығып отырмыз. Өткен сабақта презентациямен сабақ түсіруді үйренген болатынбыз. Кейбір әріптестеріміз видеоның төменгі жағында немесе жоғарғы бөлігінде өзіміздің түріміз де қоса көрініп тұрса деген тілек айтқан болатын. Сондықтан мен сіздерге бүгін Bandicam деген бағдарламамен таныстырамын. Оны іздеу серверлерінен іздеп жүктеп алыңыздар. Жүктеп алғаннан кейін мінекей осындай бағдарлама көріп тұрғандарыңыздай. Осы бағдарламаның ішіне кіреміз. Қондырып болғаннан кейін, жүктеп болғаннан кейін кіреміз. Кіргеннен кейін сіздер міндетті түрде келесі мен істеген дүниелерді жасайсыздар. Қазір кірсін. Міне осылай ашылады. Мына жерде дауыс түймешесі, мына жерде видеоның түймешесі, яғни ноутбук арқылы ноутбуктың алдыңғы камерасымен сіздің бейнеңіз төменгі жақта шығып тұрады. Дәл мен істегенде істеп қоясыздар. Міне аудиоға кіресіздер, основе устройствоның ішіне кіріп микрофон деген таңдайсыздар. Мына жерде де солай істейсіздер және окей деген батырманы басасыздар. Сөйтіп сіздің дауысыңыз естіледі. Мына камераның ішінде де кіресіздер. Параллельно сохранить видео с веб-камерой деген түймешені таңдайсыздар. Және мына жерге кіресіздер, разрешениеге кіресіздер. Түріңіздің қай жерден шығып тұрады? Астыңғы жағынан шығып тұра ма? Әлде мына жағынан шығып тұра ма? Мына жағынан шығып тұра ма? Өзіңіз таңдап аласыздар. Және сол бойынша қоясыздар. Окей батырмасын басасыздар. Және толық экран түсіретін болғандықтан полный экран дегенді таңдап аласыздар. Басқан кезде мінекей төбесіне осындай түймешек өтті. Енді мынаны свернуть етеміз программаны. Свернуть еткеннен кейін сабағымызды презентацияға дайындап қоямыз осылай. Мен сияқты дайындап қойғаннан кейін осы батырманы басамыз. Үлкен презентацияны үлкейту батырмасы. Енді мышканы жоғарыға қарай көтереміз де. Міне видеоның бастау батырмасын басамыз. Алып басталды. Саламатсыздар ма құрметті достар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Ерлан Жүніс. Менің атым тәуелсіздік өлеңі. Сабақтың мақсаты осындай. Барлық видео сақталып болғаннан кейін, жазылып болғаннан кейін төбеге шығып, стоп батырмасын басамыз. Стоп батырмасы басылғаннан кейін сабақ автоматты түрде сақталып қалады. Біз оны мой компьютер немесе этот компьютер деген жер бар, сол жерге кіреміз. Соның ішінде осы документы деген жер бар. Болмаса мына бетінде тұр документы деген. Сол жерге кіріп аламыз. Соның ішінде Bandicam деген папка бар. Соның ішіне кіреміз және соның ішіндегі ең соңғы түсірген видео біздің видеомыз болып саналады. Ал кеттік. Мен осы бағдарламаға кірейін. Bandicam біздің жаңа ғана түсірген бағдарламамыз осы. Саламатсыздар ма құрметті достар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Ерлан Жүніс. Менің суретім, яғни менің видеом осы жерде тұрады. Қазір менің камерам жасамай тұрғаннан кейін көрінбей тұр. Жалпы сабақ түрі осылай өте оңай, яғни өзіңіздің түріңізді Bandicam бағдарламасымен көрсетіп қойсаңыздар болады. Тағы да түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса пікір алаңына қойыңыздар, мен сіздерге көмегім жеткенше жауап беретін боламын.